Так, ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін біз Алейкум ассалам. ассалаумағалейкум. Бүгін Айдын ағамен Абу-Дабиде 3 жылдық Дубайда тәжірибесі бар. Қанша жыл? Алматыда, Қазақстан? Қазақстан жалпы немен недвижимостьпен жалпы 10 жылдан астам болды. 10 жылдан Тәжірибе бар ya. Бірінші сұрақ. Мынау 1,5 миллиард теңгеге қазақтар келіп квартира алып деп жатсыз ғой. Натуре ма негізі ала ма деп 1,5 миллиардқа ақшасы бар ма? Әрине. Ақшаның Застройщиктермен бәрі. иә. Ол онда қалталы азаматтар бар ғой бізде. Мас келетін әрине. Басқа елдің азаматы алатын нәрсені біздің алады. Қазір біз міне Садиатқа келдік. Садиаттың тура жаңағыдай мәдени орталығындамыз. Мынау көріп тұрған бұл Шейх Заид мұражайы. National. Мына жерде міне үйлер, Әлдар құрылыс компаниясы үйлерді құрылысын аяқтап жатыр. Мына жақта көрсек, мынау Лувр бізде. Лувр деген анау интернетте хит болып жүрген жер емес пе? Иә. Мына жақта тағы да бірнеше мұражай бар. Мына жерде 3 жаңағыдай мешіт, синагога, католик шіркеуі бар. Осындай міне жаңа орталық. Міндетті түрде Абу-Дабиға келсеңіз, осы жерге келіп Садиатты көру керек. Не үшін біз келіп көріп жатырмыз? Өйткені мына құрылыс аяқталғалы мен мұнда бірінші ретпін. Ал дәл қазір бізде осы Садиатта жақсы бағамен жақсы ұсыныс шығып жатыр. Сондықтан дәл осы мәдениетке жақын болам деген адамдарға керемет таптырмас ұсыныс.